Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Болашақ корпоративтік қоры. Жоба демеушісі BI Group инвестициялық құрылыс компаниясы. Disney ұсынады. Кез келген тілекті орындаймын. Мыналардан басқасын. Ешкімді өлтіре алмаймын. Өліні тірілте алмаймын. Және де ешкімді бір-біріне ғашық ете алмаймын. Ол мені шақыртқан адам. Мен сөзімде тұрайын. Үш тілегіңді орындаймын. Не, сені қалдың ба? Ең көп сөйлейтін осы кейіпкер, ең көп құбылатын да осы кейіпкер, және әннің ең ұзақ әндерді айтатын да осы да жиын болды. Байқа! Сен мені қоздырдың, саған нағыз адал дос болам. Үш, секір! Аладдин мультфильмі барлығымызға таныс, барлығымыз оқиғасын білеміз. Қазіргі біздің дыбыстап жатқан Аладдин фильмі мүлдем бөлек. Мені Ханзада қалшы? Достым, Ханзада болу деген оңай дүние емес. Бірінші, сарайың болу керек. Бұл менің алғашқы дебюттік жұмысым. Диснейдің ұжымы мені бекіткеннен кейін одан сайын қатты таңғалдым. Маған қарама-қайшы. Ол кішкене жылдам, әрі тез сөйлегенде де күліп тұрып деп сөйлейді. Образға берген соншалық. Мына киімді келіп Жафардан шалым айтқан жайымыз бар. Саған тамаша мүмкіндік туып тұр. Мен сені байыта алам. Мына өнер құрбандықты талап етеді дейді ғой. Сондықтан да даусымызды осы Жафардың рөліне бір талай мен құрбандыққа бардым. Азаннан кәдімгідей кеш батқанға дейін тоқтамай сағаттап айғайлай беру оңай емес екен. Ханшайымды таңғалдыратындай бай боласың. Тек мен емес. Әрбір қыз бала ханшайым болуды армандайды. Осы киноны дыбыстау арқылы мен де өз арманыма жеткен секілдімін. Мен де өзімді осы жұмыс барысында ханшайым сезіндім. Жасмин болсам, ол ханшайым болғанмен өте өжет, батыл, өзінің ойын ашық айта алады. Және де әкесінің ісін жалғастыра алатынына сенетін қыз. Өтінем, әкемді қинама! Жан-жақтан образға енуге тырыстық. Өзіміздің бар талантымызды, бар жігерімізді режиссердің айтқаны бар, әріптестеріміз айтқаны бар. Міне көріп отырсыздар, костюмге дейін киіп, сол образға енуге тырысып жатырмыз. О, мені шақыртқан құдіретті адам. Сөзімде тұрайын. Үш тілегіңді орындаймын. Жағымсыз кейіпкерді сомдау өте қызықты. Өйткені ол құбылмалы, сан қилы, өзінің қай жерде қандай айқай, қандай шу, даусы қалай кетеді, құрдымға кете ме, биікке ұша ма, қырылдай ма, сырылдай ма, түн шыға ма, барлығы осы жағымсыз кейіпкерде краска көп. Бәлем, бергел. Ендігісім семен болсын. Бұл фильмде біз жай ғана сөздерді дыбыстап қана қоймай, біз әнді де өзіміз шырқадық. Әндері де сан түрлі, ішінде рэп оқиды, лирикалық әндерді айтады. Бірақ өте қызық болды, және де өте қиын болды. Өйткені әндер түсіме кіріп, сол әндермен ойынып, сол әндермен ұйықтайтын болды. Сен мені қоздырдың, саған нағыз адал дос болам. Мен не істеуім керек? Ол жерде сиқырлы үңгір бар. Маған шамды алып кел. Жұмыс барысы өте қызықты өтті. Актерлар жанды дауыста ән салды. Қазақ тіліндегі әндер сіздердің жүректеріңізге жетеді деген ойдамын. Айнадай жайнаған әлемді көр. Құрметті көрермендер, әлемге әйгілі Гай Ричидің керемет туындысына асығыңыздар. Ақылды, өжет, сұлу Жасмин ханшайым өзінің арманына дегеніне жете алды ма? Оны өздеріңіз фильмнен көріп тамашалаңыздар. Тек қазақ тілінде. Аладдин фильмін қазақ тілінде көрейік. Қазақша сөйлеуді өзімізден бастайық. Тосын жай
жынға айналатын образды мен бірінші рет салып тұрмын. Кетеді, Құдай кешірсін енді. Өзім бір жағынан салып отырып қорқып отырмын. Енді рөл ғой, енді актер болғасын кішкене енді сенімді қылып шығару керек. Кейін Құдайдан кешірім сұрадым. Ол Нұрланның сөзі емес, ол Жафардың сөзі ғой.